Сәлем достар, бүгін мен сіздерге форель балығын әртүрлі көкөністермен духовкада дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видео барысында осындай ерекше соусты да дайындайтын боламыз. Видеоны бірге қараңыз. Ал кеттік. Ең алдымен балығымызды жақсылап тазалап аламыз. Міне, сыртқы қабығын алып тастайсыздар. Дәл видеода көріп тұрсыздар. Қабығы өте оңай алынады. Міне, бір шетін ашып алсаңыздар болды, әрі қарай тартқыласаңыздар өзі түсіп қалады қабығы. Міне, тағы да көрсетемін. Осылай бір шетін ашып аласыздар, содан кейін сол темппен әрі қарай алып тастайсыздар. Тазалап жуылған балығымызды тұздаймыз. Тұзды жақсылап сеуіп шығасыздар. Екі жағынан да тұздайсыздар. Одан кейін міне қара бұрышпен бұрышты себесіздер. Екі жағын айналдыра отырып, екі жағын бірдей тұздап, бұрыштап аласыздар да. Бұл балықты 30-35 минутқа қалдырып қоясыздар, тұзы сіңгенге дейін. Келесі, алдын ала тазалап жуылған көкөністерімізді турап дайындап алатын боламыз. Көкөністерді өздеріңіздің қалауларыңызша қандай көкөністі жақсы көресіздер, сол көкөністерді қоса берсеңіздер болады. Және турағанда да қандай тураған әдіс сізге ыңғайлы, сол әдіспен турасаңыздар болады. Міне, сәбізімізді, міне, тәтті бұрышымызды арасына ащы бұрыш қоссаңыздар да болады. Егер ащыны жақсы көрсеңіздер, мен осындай арнайы духовкаға арналған ыдысқа барлық көкөністерімді жаңағы турап алған салып шығамыз. Үстінен міндетті түрде тұздап бұрыштайсыздар. Қалауларыңызша әртүрлі дәмдеуіштер сепсеңіздер де болады, ол өздеріңіздің қалауларыңызша. Одан кейін міндетті түрде осылай зәйтүн майын сеуіп шығасыздар. Міне, кішкене қызанақтарымызды, черри қызанақтарымызды да кесіп, үстіне салып шығамыз. Енді қазір осы барлық көкөністерімізді тағы да кішкене мен дәмдеуіш қостым. Ол қалауларыңызша дәмдеуіш. Барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Барлық жеріне тұзы, бұрышы, дәмдеуіштері сіңу үшін. Енді осы көкөністерімізді алдын ала 200 градуста қызып тұрған духовкамызға 30 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің көкөністеріміз пісіп болғанша, біз қазір балықтарымызды қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған зәйтүн майында, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, балықтарымызды салып қуырып аламыз. Балықтың екі жағында бірдей кішкене қызартыңқырап қуырып аласыздар. Тез қуырылады, көп ұстамаңыздар. Бір әр жағынан балықтың 2-3 минутта жетеді. Қазір осы балық дайын болған балықтарымызды біз жаңағы көкөністеріміздің үстіне салатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай балықтарымыз дайын болды. Келесі духовкамыздағы көкөністерімізді алып шығып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңағы дайын болған балықтарымызды осы көкөністеріміздің үстіне салып шығамыз да, барлығын тағы да духовкада 10 минут пісіріп аламыз. Балықтың дәмі бәрі сіңіп, күшті болып пісіп шығады көкөністеріміз. Келесі сары майымызды қызып тұрған табамызға салып, үстіне сақталып туралған пияздарымызды салып қуыратын боламыз қызарғанша. Осы пиязымыздың үстіне сақталып туралған бір дана сарымсағымызды саламыз, бір тіс яғни. Кішкене қылып турайсыздар сарымсақты да. Сарымсақты да пияздың үстіне салып, екеуін жақсылап қуырып алып, сарғайғаннан кейін үстіне осылай қою сливки құясыздар. Одан кейін бір ас қасық қаймақ саламыз, және жақсылап араластыратын боламыз. Қоюлана бастаған кезде үстіне осылай ірімшік, яғни сырымызды сақталған, теркадан сақталып өткізген сырымызды салып, жақсылап араластырып, соусымызды араластырып 5 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Ең төменгі пештің режимында осылай пісіретін боласыздар. 5 минут бұғып тұрған соусымызды осындай арнайы сүзгішке құйып, қазір сүзіп алатын боламыз.
арасындағы түйір жаңағы пияз, сарымсақтарымыз қалып, сұйық соусымызды осылай сүзіп аламыз. Міне біздің балығымыз да пісіп шықты, дайын болды. Дайын балыққа жаңағы өзіміздің қолымыздан дайындаған соусымызды құйып, солай дастарханға ұсынсаңыздар, өте керемет дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Және менің видеом ұнаса, соңында лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыз. Сол кезде сіз менің видеоларымды жіберіп алмай, бірінші болып көретін боласыз. Ас болсын!